Сәлем. Біз бұл видеода демультиплексор туралы сөз қозғайтын боламыз. Жалпы демультиплексор дегеніміз ол бір информациялық D кірісі бар және де бірнеше Q шығысы бар комбинациялық құрылғы болып табылады. Демультиплексордың мысалы D информациялық кірісі және де N адрестік кірісі болады. Яғни бұл жерде N 3-ке тең, A0, A1, A2 деген, яғни 3 адрестік кірісі бар. Және де 2-ның N дәрежесі Q шығысы болады. Бұл жерде N 3-ке тең, яғни 2-ның 3 дәрежесі 8. Мына жақта Q0-дан Q7-ге шейінгі осы 8 Q шығысы болады. Енді оның жұмыс істеу принципіне тоқталсақ. Біз мысалы D информациялық кірістен берілген сигналды бір немесе нөлді біз A адрестік кірістерінен сигнал беру арқылы бір Q 8 Q шығыстың біреуінен ғана шығарамыз. Мысалы, біз D информациялық кіріске 1-ді берсек, және де A, яғни адрестік кірістерге 1, 1, 0 деген, яғни сигналды берсек, яғни 1, 1, 0 деген ондық санау жүйесінде 6-ға тең болады. Біздің мысалы D информациялық кірістен кірген 1, ол Q6 шығысынан шығады. Қалғандарынан ештеңе шықпайды. Дәл сол секілді, мысалы, адрестік кірістерге 0, 0, 0 деген, яғни сигнал берсек, онда 0 деген ол ондық санау жүйесіндегі 0-ді беріледі. Мына D информациялық кірістен келген 1, ол Q0 шығысынан 1 болып шығады. Қалғандарынан ештеңе шықпайды. Ал енді қарапайым демультиплексордың осы логикалық элементтермен құрылған схемасын қарастырсақ. Бұл жерде N 1-ге тең болады, демек бізде бір ғана адрестік кіріс бар. Бұл келесі жолмен жұмыс істейді. Яғни D-дан келген сигналды біз A адрестік кірісіне 1-ді берсек, онда Q1 шығысынан шығады, D-дан келген сигнал. Ал A адрестік кірісіне 0-ді берсек, онда Q0 шығысынан шығады. Яғни толығырақ қарастырсақ, D-дан келген 1 деген сигнал, егер A-ға 0-ді берсек, онда, мысалы, бірінші Q1-дің логикалық элементіне 1 және 0 деген сигналдар келеді. Яғни, және деген логикалық элементтен 1 мен 0, 0 шығады. Ал керісінше осы Q0-дің және логикалық элементіне D-дан 1 келеді, A-дан мына 0 барады, мына инверсивный, яғни терістеліп 1 болып барады. Мына жерде 0 болып келеді, 1 болып барады мына. Сондықтан, яғни Q-дің мына логикалық элементте 1 мен 1, яғни және элементінде 1 шығады. Демек, Q0 шығысынан D адресінен кірген 1, яғни Q-дан 1 болып шығады. Дәл сол секілді, егер біз A адрестік кірісіне 1-ді берсек, онда мына логикалық элементке, яғни 1 және 1 деген сигнал келеді. Сондықтан одан, яғни Q1 шығысына 1 деген сигнал шығады. Дәне де сол керісінше, мысалы, мына логикалық элементке, яғни D-дан 1 келеді, A-дан келген 1 терістеліп 0 болып барады, сондықтан 1 мен 0, 0 шығады. Демек, адрестік кіріске 1-ді берсек, онда оның D-дан келген, D ақпараттық кірісінен келген 1 деген сигнал Q шығысынан 1 болып шығады. Ал енді осы демультиплексордың шынайы өмірде қолдануын қарастырсақ. Біздің осы обычный түрлі құралдарда біз, яғни 7 сегментті индикаторды қолданамыз. Мысалы, мына наушникте, яғни наушник құрылғысында әр секцияда 7 сегментті индикатор қолданылған. Бұған біз, яғни сигнал беруді біз демультиплексор арқылы жүзеге асырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде, яғни адам көзімен қарағанда, мына жерде көрініп тұрған 98-100 деген жазулар біркелкі көрінеді. Ал мына видеода қарап тұрсаңыздар, яғни сәл жыпылықтап тұр. Себебі, мінекей, slow motionмен қарасақ, бір минут. Мінекей, бұл видеода сіздер қарасаңыздар, 100 және 98 деген жазулар жыпылықтап көрініп тұр. Ал бұл адам көзіне біркелкі ешқандай жыпылықтаусыз көрінеді. Қазір мына slow motion'де қарасақ, біз оның шын мәнісінде осындай, яғни осылай берілетін көреміз. Бұл өте тез, бірақ кезекпен, яғни 7 сегментті индикаторға осылай кезекпен өте тез бұлай сигнал беріледі. Жаңағы біздің наушникте көрген сегментті индикаторлардың жыпылықтау себебі біз оған, яғни
именно демультиплексор арқылы сигнал береміз. Өте тез жылдамдық. Міне қарасаңыздар, word generator арқылы біз 101 мегагерц арқылы оларға сигнал беріп тұрық мына жерде. Мінекей 1 2 1 1. Бұл жерде яғни ешқандай біз көрмейміз, ешқандай яғни жыпылықтауды байқамаймыз. Ал егер оны мысалы егер герцін аз қылсақ, яғни біз жаңа slow motionмен түсіргенде, яғни герцін аз герцпен көрдік. Мінекей байқағаныңызда мінекей жыпылықтап тұр. 1 2 1 2 дегендер. Демек, яғни герці аз болған slow motionмен, яғни дәл осылай көрдік. Ал егер обычный біздің көзге ешқандай яғни жыпылықтамай көрінеді. Бұл жыпылықтаудың себебі бұл жерде яғни зарядты үнемдеу жолында. Мінекей мына наушникке егер біз яғни батареядан біркелкі заряд беретін болсақ, ол өте көп, яғни энергия қуатын тұтынады. Ал егер біз демультиплексор арқылы, яғни кезегімен, яғни өте тез жылдамдықпен беретін болсақ, біз одан яғни батареясын яғни 20-30%-ға шейін үнемдей аламыз.